Мен Абилов Шапай, Мұнайлы аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасымын. Мен бүгін Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 29 жыл толуына байланысты Қазақстан Республикасы халқын, Маңғыстау облысының халқын, Мұнайлы ауданының халқын баршамызды осы тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Біздің басты байлығымыз осы еліміздің тәуелсіздігі, еліміздің тыныштығы, халқымыздың амандығы. Міне осы күнімен баршаңызды құттықтай отырып, осы халқымыздың келешекте де осындай жақсы жетістіктерге жетіп, ауданымыздың да жақсы жетістіктерге жетіп, облысымыз жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Осының барлығы халқымыздың, еліміздің осындай байлығының арқасында деп есептеймін. Мінекей бүгін 16-17 күні осы мерекемді құттықтау турасында менің ардагерлер атынан айтатыным жастарға, осы патриоттық тәрбие беру жастарға, мінекей келе жатқан алда әлде де мерекеміз көп. Осы мерекелерді жақсы қарсы алып, еліміздің тыныштығының арқасында, басымыздың амандығының арқасында өстіп өсе беріңдер, жастарға айтатындарымыз. Мінекей осы жақын арада 21 жылдың 10 қаңтарында өтетін сайлау жақындап қалды. Мінекей осыған қазір дайындық жүріп жатыр. Осы сайлауды ардагерлер болып, ардагерлердің атынан жақсы өтеді деп мен өзім сенім білдіремін. Осыған барлығымыз бір ауыздан атсалысып қатысатынымызды білдіремін. Жақсы өтсін, еліміздің тыныштығы, ең басты байлық осы ел тыныштығы дедім ғой. Осы тыныштық болсын деп айтамын. Және де айтатыным, және мен бір айта кететінім, қазір ел арасындағы болып жатқан пандемия ауруына қарсы жұмыстану өз қолымызда екені. Себебі бұл ауруды қазір телевизорлерді ашсақ айтып жатыр ғой, бетперде тағып жүру керек, көпшілік жиналған жерлерге көп қатынаспау керек, той садақаларға көп қатынаспау керек деген. Осыған сақ болайық ағайындар. Себебі осы аурудан сақтану өзіміздің қолымызда екенін ескерткім келеді. Осыдан аман болайық.